Сәлем оқырман, бүгін сіздермен кивидің пайдасы жөнінде бөлісетін боламын. Киви дәруменге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы клетчатка, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады. Басқа жемістерден айырмашылығы киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығындағы антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бет терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күйзелісте, атеросклероз, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде, тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен осыншама пайдасымен қатар зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамындағы С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диареямен ауырып жүрген адамдар бұл жемістен бас тартқан жөн. Мамандар кивидің екі сортын ажыратады: жасыл және сары. Екінші сорт кеш түрі. Бірінші жасыл түріне қарағанда сары жемісімен ерекшеленеді. Тек ол ғана емес, бұл түрінде көп мөлшерде тағамдық заттар, витаминдер, ал жасыл түрінде көп мөлшерде клетчатка бар. Магний, фосфор, кальций, сонымен қатар лютеин антиоксидантына бай. Және де жасыл түрі тәттілігі аз болып келеді. Бұл түрін арықтап жүрген кезде және қант диабеті бар адамдар қолдана алады. Кивидің келесі бір қасиеті ас қорытуды жақсартады. Десертке қолданған 2 киви ағзаны 2 грамм клетчаткамен қамтамасыз етеді. Сондай мөлшерді клетчатканы таңғы сұлы ботқасы да береді. Бірақ айырмашылығы киви құрамындағы актинидин деген фермент бар. Ол ас қорытуды жақсартады, белок сіңуін жақсартады. Сонымен қатар кивиді жарма ботқаларына қосып қолданған жөн. Бронх демікпесін емдеуге көмектеседі. Киви құрамындағы витамин С-ға өте бай. Витамин С антиоксиданттық қасиетке ие, клетканы бос радикалдармен зақымданудан қорғайды. Зерттеулер бойынша киви қолдану арқылы ісік ауруы даму қаупін төмендетеді екен. Келесі қасиеті суық тию ауруының алдын алады. Киви цитрус тұқымдасына жатады. Құрамына байланысты аскорбинка деп аталады. Кивиді жиі тұтыну грипп даму қаупін азайтады. Кивидің осыншама пайдасын білгеннен кейін өз рационыңызға қосуды әдетке айналдырыңыз. Деніңіз сау болсын.